Тынтуфе адет олмаған сценарийге көре хырсызлама эски Кырымда юз берді. Ишгалчилер Ридван Рустемовның киралаған евіне тынтувнен басып кирдилер. Зашли в масках с автоматами, начали кричать: руки за спину, выходим. Нас выгнали на лестничную площадку, не объяснив никакой причины, не показав никакие документы, начали проводить обыск. Рус кувечелері эрбір ода мағасве гаражны бақып чықты. Ичбір малюмат бермей Ридванны санлары беле олмаған микроавтобусқа аттылар. Айлесі тезден шамата көтерді. Атта ишгалжи полис мемуриетлерге біле мұражат еттілер. Бірхач вақыт кечкен соңра айлесі огренді ке ер адамны ФСБ идережелгене дегілде беле олмаған евге алып кеттілер. Продержали там часов, наверное, 3-4 подержали там, ничего не объясняя, как бы я ни просил. И в итоге вернули паспорт, телефоны и сказали: ты свободен. И все. Мы, как говорится, ничего не поняли с этого, для чего это было, почему это было. Ну, итог такой, что очень сильно напугали семью, а так как сын болеет, у него болезнь, переживать нельзя. Ишгалчилер бунен не көстермеге истегені белі дегіл. Хырым татарына иранге бір қабатлав сеслендірмеділер. Садеже Ридван Рустемовның қорантасыны хусусан хаста баласыны қорқыттылар. Ишгал етілген Қырымда 382-ге яқын рус аскерлеріні дефнеттілер. Қырымда Украина президенті темсілжілігінде қайд еткенлеріне көре, бұл Украина жебесінде йоқ етілген рус ишгалжилерідір ве бұл рақамлар тахминидір. Оларның білдіргеніне көре, олардан 264 Қырым ишгал етілмезден евел Ярамадада доған Украина ватандашлары. Алынған малюматларға көре, дефнеттілгенлерінің миғдары да чоқ ола біле, чүнке эсас рақамларны руслар ачықламай. Бұнен берабер темсилжилікнің білдіргеніне көре, Қырымда рус арби бөліклерінден инсанларға да чоқ телефон ашып талиматларға чағырмаға башладылар. Сколько еще будет здесь лежать? Нафтогаз Қырымдаки мал-мүлк үшін Русиядан насыл етіп 5 миллиард долларны алажағыны біле. Нафтогаз идаре башы Алексей Чернышевның білдіргеніне көре, Моисенің ұқықи меслиатчысы Русияның борчыларны бермек мечбуретінде қалажағы стратегияны ішлеп чықарды. Малюм олғаны өзре бойле қарарны Гаага арбитраж махкемесі чықарған еді. Чернышевның білдіргеніне көре, Нафтогаз махкеменің қарарны еріне кетірмек үшін епісі имканларны қоланажақтыр. Керек олса Русияның четелде малларының чекіп алынмасы біле мүмкін. Нафтогаз идарежісінің айтқанына көре, Гаага махкемесінің қарары Русия зұлымынден зарар көрген дигер мөесселер үшінде орнек олажақтыр. Бұл қарар көстереке Русияны әм женг мейданында, әмді ұқуқ мейданында еңмек мүмкін.